Ұлттық киімдерімізді ұлықтау мақсатында республикалық деңгейде ұлттық киім күнін бекіту. Бұл күн мәдени құндылықтарымызды кеңінен насихаттап, өскелең ұрпақты отаншылдыққа тәрбиелеудің негізі болар еді. Екіншіден, мемлекеттік қызметкерлер мен халыққа қызмет көрсететін орталық қызметкерлерінің киімдеріне қазақи идентика элементтерін қосу. Үшіншіден, ұлттық киім өндіретін отандық кәсіпкерлерге мемлекет тарапынан қолдау көрсетіп, бизнесті қолдауға бағытталған мемлекеттік гранттарда ұлттық киім кәсібіне басымдық беру, халық арасында ұлттық киімді қолжетімдетуге ықпал етіп, сұранысты арттыру. Төртіншіден, мектеп оқушылары киетін ұлттық киімдер стандартын әзірлеп енгізу, әрі халықаралық түрлі жарыстарға баратын азаматтардың формаларына міндетті түрде ұлттық нақышты бейнелеу. Жауапты заңнамада белгіленген мерзімде жазбаша ұсынуларыңызды сұрайым. Сонымен қатар, құрметті әріптестер, парламент төрінде де және де әлеуметтік желіде миллионнан астам